Қызмет алу кезінде бәрі түсінікті, ашық және ресми болуы керек. Егер қандайда бір әрекет жасырын, түсініксіз немесе асығыс түрде ұсынылса, бұл күмән тудыруы керек. Бірінші күмәнді белгі бейресми төлем. Егер сізге кассаға емес, маған беріңіз, аударып жіберсеңіз болады. Түбіртексіз тезірек шешеміз десе, бұл дұрыс емес. Кез келген заңды төлем ресми түрде жүргізілуі керек. Екінші белгі осылай тез болады деген сөз. Қызметтің өз тәртібі мен мерзімі бар. Егер біреу ресми кезекті айналып өтіп, мәселені жылдам шешуді ұсынса, бұл басқа адамдардың құқығына зиян келтіруі мүмкін. Жеке телефон, сырттағы кездесу арқылы шешуді ұсынса, бұл да күмән жағдай. Мұндай кезде не істеу керек? Сабыр сақтаңыз, ақша бермеңіз, уәде етпеңіз. 1424 нөмірі бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметіне жүгініңіз.